Сәлем достар, біз бүгін Диана екеуміз Лахоя каф деген жерге келдік, осындай қарайтын. Бірақ біздің бүгін көрсетейін деп тұрған, бүгінгі шығарылымда көрсетейін деп тұрған нәрсе бұл емес. Біз осы уақытқа шейін мән бермегенбіз, бірақ мән беру керек нәрселердің бірі ол қазір сіздерге көрсетем. Ол міне қоғамдық дәретханалар мен душтар. Мұнда жағалауда қандай пляждар болсын, суға түсетін демалыс орындары болсын, серфинг жасайтын жерлер болсын, барлық жерде осындай душтармен жабдықталған, барлығы тегін. Аяқ жуатын, шайнатын, мына жерде душ, сосын су ішетін жерлер, сосын қатарынан осылай дәретханалар. Ішінде туалеттің магы, анау-мынау бәрімен жабдықталған. Қол жуатын жерлер сабынымен жабдықталған. Біздердегідей ешкім 50 теңгеге, 100 теңгеге кішкентай кусок туалеттің магыны сатып отырмайды. Осындай. Ішінде кішкене тазалыққа енді бір мән беру керек. Бұлай жалпы тегін.